Сәлем достар, сіздермен бірге Тока Лайф арнасы. Бүгін менде видео, яғни ол ауылға чемодан жинаймын деп аталады. Қазір қыз, бірақ мына Тока Бокада ол жаз болып есептеледі. Мен мына қыз, яғни Нұрай боламын. Және бұл блогер қыз, блогер, яғни, конечно, блогерша, яғни өзінің чемоданын өзінің YouTube арқылы жинайды. Ал сәлем достар, сіздермен бірге Нури Ток арнасы. Бүгін менде видео, мен ауылға баратын болды. Сондықтан да мен сіздермен бірге ауылға барғанға чемодан жинайтын боламын. Ал ендеше біз бастайық. Менің еңбегімді бағалап, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Мен есілі осы қыз арқылы сөйлеп жатырмын, осы қыз бойынша. Достар, мені давайте 800 подписчикке жеткізіп тастайық. Ал ендеше мен чемоданымды алып шығайын. Міне бұл шкафта. Менің чемоданым шкафта. Қызы шкафтан алып шығамын. Сіздермен бірге сол чемоданды не салатынымды көрсететін боламын. Міне менің чемоданым, көріп тұрғандарыңыздай. Қазір мен өз киімдерімді кір машинаға салып қоятын боламын. Ал достар, міне менің киімім азғантай ғана, енді көп деп айта алмаймын. Енді тезірек жуынатын бөлмеге барып, өзімнің киімдерімді кір машинаға салып қояйын. А то ойлап қалар, мына қыздың киімі кір деп. Міне салып қойдым, енді басқа да тірліктерімді істей берейін. Ертең азанда маған жуыну керек, қазір ұйықтау керек. Бірақ мен қазір чемоданыма заттарды салатын боламын. Ең бірінші мен өзімнің блокнотыммен ручкамды саламын. Одан кейін өзімнің кітаптарымды, яғни ол кітаптар Абай жолы романы деп аталады. Мен 2 кітап алатын боламын, себебі 2 кітапты да оқып шығамын. Және банк карточкасын аламын. Мен бұны алмай қоямын. Енді мен гитараны обязательно аламын. Ойбай, гитараны ұмытып кетіппін ғой. Маған гитара қатты ұнайды, және мен онымен керемет әндерді тартамын. Мен микрофонымды өзім ұстап жүре саламын. Ал енді тук-тук-тук. Ау, анашым, кіре беріңіз. Қызым, не істеп жатырсың? Болдың ба чемоданыңды дайындап? Я, анашым, болды, мен қазір видео түсіріп жатырған едім. Сіздер не істеп жатырсыздар? Біз қазір уже ұйықтайын деп жатырмыз. Бізге ертең азында жұмыс. Сені әкең апарып тастайды. Жарай ма? Жарайды. Қайырлы түн. Қайырлы түн. Мен кеттім. Киімдерімді кір машинаға салып қойған едім. Уже болған сияқты ғой. Қарасайшы, ана жақта. Жарайды, қазір барып алам. Ал достар, мен уже кірлерім дайын болған сияқты, уже жуылып, енді қазір барып алып, және оны кептіру керекпін. Бұны осы жаққа қоя саламын, және бұл кеуіп тұра берсін. Ал өзім барып шай ішіп алайыншы, шайды қатты жақсы көремін, сондықтан да мен шай ішкенді ұнатамын. Міне мен пирогпен шай демдеп алдым, бірақ бұны шай деп атамайды, коктейль. Ал ас болсын, сіздер де тамақ жеп отырыңыздар. Ура, ертең ата-апама баратынымды қуанып тұрмын. Және туысқандарымды көремін, өте қызықты. Ал жеп алайын. Мына ыдыстың посудомойкаға сала салмай қояйын, өзім ақ жуа салайын. Себебі біреуін ғана сала салып болмайды ғой. Өзім жуа салайын, және орнына қоя салайын. Ал достар, уже менде 12:30 болыпты. Сондықтан да маған ұйықтау керек, ертең сағат 7-де тұру керек дегендей, сондықтан да мен ұйықтаймын. Сау болыңыздар, сіздерде ертең жолығамыз. Таңғы 7. Онда тезірек барып видеомды қосайын. Сәлем достар, бүгін уже 2-ші күн, мен тезірек барып тісімді жуып, өзімнің бетімді жуып алайын. Кеттік достар, сіздермен бірге болыңыздар.
міне менің киімдерім де мына жақта тұр екен, және маған жуынып та алу керек. Ал тезірек жуынып алайын. Міне мен уже жуынып болдым және шашымды тарап алайын. Енді мен тезірек душқа кіру керекпін. Сол себепті мынау киімімді де тастайын. Оған дейін кеуіп қалатын шығар. Так. Не? Керемет. Және мынаны да себу керекпін. Міне болдым. Уже жол болыпты. Так. Міне достар, мен болдым. Сіздерге қоспадым. Өшірдім әрине. Енді тезірек ата-анамды ояту керекпін. Ата-анам да қазір тұрып қалу керек. Мен оған дейін таңғы ас жасап қояйын. Жоқ достар, мен ұмытып кетіппін ғой, киімдерімді алып келейін. Киімдерімді алып келіп, сіздермен бірге киімдерімді үтіктеп салу керекпін. Міне достар, менде онша қатты көп киімдер жоқ. Сондықтан да тезірек болады деген ойдамын. Міне осы және осыны. Және мен қазір киіп баруға да киімді алып қалу керекпін. Бір нормальный киім. Наны немесе наны киімім. Кішкене жабықтау киім кию керекпін. Сондықтан да мен наны киейін ба? Жоқ. Наны киейін, онда көйлекті. Қазір мынау немен жүре берейін. Көйлекті кие салармын. Мына жаққа дайындап қояй тұрайын. Қалып қалмасын. Енді қазір мынаны жауып. Жарайды, енді қазір мен тезірек тамақтанатын боламын. Қазір тамақ істегенше уже ата-анам да тұрып қалады. Ал достар, мен уже дайындап болам дегенше ата-анам да келіп қалды. Қайырлы таң қызым, сәлем достар. Мен ата-анам менің YouTube түсіруге қарсылықтары жоқ, сондықтан да мен осылай түсіре беремін. Ал қызым, кетуге дайынсың ба? Тек қана магазинге соқсам ғана болды. Сол ғана қалды. Жақсы, онда. Сенде ақша бар ма? Менде банк карточкамда бар. Жарайды, онда. Сол магазинге соқа салармыз. Жарайды. Мыналарды посудомойкаға сала салайық. Ал қызым, тезірек киініп, онда шыға бер. Жарайды. Достар, айтқандай, жаңа анам айтты, сондықтан да мен тезірек уже киініп шыға беру керекпін. Міне мен өте қатты қуанып тұрмын, потому что мен ата-апамды көремін. Мен сіздерге өзімнің микрофоныммен бірге жүретін боламын. Ал кеттік достар. Ал мен сіздерді мұнда күтемін. Өзімнің кремдерімді алу керек еді, қазір магазиннен сатып ала салармын. Ал қызым, жазғы демалыста жақсы демалып кел. Жол болсын. Рахмет, анашым. Сіздерге хабарласып тұруды ұмытпаймын. Ал кеттік, жүре ғой қызым. Достар.